Сәлем, бұл видео ұбт тапсыратын оқушының ата-анасына 5 кеңес. Өз ата-анаңмен бөлісуді ұмытпа. Олай болса кеттік. Құрметті ата-ана, біріншіден балаңызды мамандық табуға бағыттаңыз, бірақ мамандық таңдап бермеңіз. Сіз таңдап берген мамандық ұнамаса, ол 4 жыл уақытын босқа кетіріп алуы әбден мүмкін. Өзі таңдау жасаса, болашақта не болса да жауапкершілікті өзіне алатын болады. Екіншіден, таңдаған мамандықтарыңыз бойынша қандай университеттер бар, бірге отырып қараңыз. Мүмкін шетелдік тегін гранттар бар болуы әбден мүмкін. Сол себепті балаңызбен бірге жауапкершілікті бөлісіңіз, бірақ бірінші кеңесті естен шығармаңыз. Үшіншіден, ұбт 3 негізгі 2 таңдау пәннен тұрады. Осы таңдаған пәндері бойынша балаңызды қосымша дайындық курсына беріңіз. Қазіргі таңда грант иегерінің көп бөлігі қосымша курстарға қатысады. Олимпиада чемпионын дайындау үшін де міндетті түрде тренер керек. ұбт да олимпиаданың бір түрі. Төртіншіден, балаңызға көбірек мән бөліңіз, көбірек сөйлесіңіз, мотивация беріңіз. Сіздің балаңызға осы 11 сыныпта өте үлкен жауапкершілік түседі және сіздің үмітіңізді ақтау үшін көп күшін жұмсайды. Ата-ананың көмегі ауадай қажет. Бесіншіден, қазіргі кезде балаға тек бір мамандықпен шектелмеу керек. Сол себепті кешкі аста болашақта қандай мамандықтар болады, 5-10 жылда не өзгеру мүмкін деген тақырыпта әңгіме құрыңыз. Құрметті ата-ана, бастысы грант емес, балаңыздың осы өмірде өз орнын тапқаны. Сол үшін жақсы маман ғана болуды емес, өз жолын табуға бағыттаңыз, көмектесіңіз. Сізге сәттілік тілеймін.